Балалар, қазақ тіл сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өткен шақ деп аталады. Сабақтың мақсаты етістікті тиісті шақта қолдана білуге үйренесің. Сонымен бірге мәтіннің қатесін тауып, түзетіп жаза білуге үйренесің. Етістікті өткен шақта қолдана аласың. Балалар, мына сөйлемді оқиық. Тоқтар бала кезінен ұшқыш болуды армандапты. Сұрақ. Сөйлемдегі етістікті тап. Етістікке сұрақ қой. Етістіктің қай кезде болғанын ажырат. Ендеше өзіміз орындаймыз. Және түйіндейік, шешім шығарайық. Сөйлемдегі етістік қайсысы? Өз ойыңмен бөліс. Етістіктің мынандай шақтары болатын білеміз. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Осы шақ сөйлеп тұрған кезде болып жатқан қимыл іс-әрекетті білдіреді. Мысалы, Аслан хат жазып отыр. Өткен шақ сөйлеп тұрған сәттен бұрын болып кеткен іс-әрекет қимылды білдіреді. Мысалы, мен жазда Астана қаласына бардым. Яғни, өтіп кеткен іс-әрекет. Жазда барған, қазір барғанын айтып тұрған жоқ, жазда барғанын айтып тұр. Келер шақ сөйлеп тұрған кезде әлі болмаған, бірақ кейін болуға тиісті қимыл іс-әрекетті білдіреді. Мысалы, Асан ертең нағашы атасына бармақ. Олай болса, балалар, өткен шақ тағы да есімізге түсірейік, түсініп алайық, сөйлеп тұрған сәттен бұрын болып кеткен қимыл іс-әрекетті білдіреді. Яғни, жаңағы Тоқтар бала кезінен ұшқыш болуды армандапты. Яғни, Тоқтардың ұшқыш, Тоқтар Әубәкіров бала кезінен ұшқыш болуды армандағанын, яғни бұрын да армандап кеткенін айтып тұр. Мұндағы етістік армандапты. Өткен шақта айтылып тұр. Жарайсыздар, балалар. Өткен шақ іс-әрекет қимылдың сөйлеп тұрған уақыттан бұрын болып кеткенін білдіретін етістіктің шақтарының бір түрі. Ендеше оқулығымызды ашайық. 82-ші бетке назар аударайық. 12-ші жаттығуды қарайық. Мәтінді қатесіз көшіріп жаз. Етістікті тауып, қашан болған істі білдіретінін және қай жақта тұрғанын айт. Сұрақ қой. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазып, класс жұмысы деп жазамыз және 12-ші жаттығуды дәптерге орындайық. Жарайсыздар, балалар. Енді өз бетімен жұмыс. 13-ші жаттығуға назар аударамыз. Тапсырмасы: сөздерді тиісті жіктік жалғауымен сәйкестендіріп жаз. Балалар, білеміз, жіктеу есімдіктері. Мен, сен, сыпайша түрі сіз, ол, көпше түрде біз, сендер, сыпайша түрде сіздер, олар. Олай болса, сөздерді тиісті жіктік жалғаулармен сәйкестендіріп, өз бетіңмен орында. Ендеше өзімізді өзіміз тексерейік. Мен биледім. Сен биледің. Сіз биледіңіз, ол биледі. Біз биледік. Сендер биледіңдер. Сіздер биледіңіздер, олар биледі. Жарайсыздар, балалар. Келесі тапсырма шығармашылық жұмыс. Төмендегі етістіктерді өткен шаққа қойып, сөйлем құрап жаз. Етістіктер: оқы, қатыс, біл. Тапсырманы орындаймыз. Балалар, енді мына кестеге назар аударайық. Етістіктің түрлері жазылған бірінші бағанда, екінші бағанда етістіктің осы шағы, өткен шағы, келер шағы тұр. Етістіктің түрлерін қай шаққа жататынын әр төркізге жазамыз. Үйге тапсырма. 83-ші беттегі 15-ші жаттығуды үйден орындаймыз. Балалар, бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болды ма? Етістіктің қандай шақтары бар екен? Жарайсыздар. Ендеше, балалар,
Бүгінгі сабақ маған түсінікті болды дегеніміз оң қолымызды көтереміз. Өткен шақ жетістігін түсіндім дегеніміз сол қолымызды көтереміз. Етістіктің шақтары туралы мәліметті толық алдым дегендеріміз екі қолымызды соғамыз. Жарайсыздар балалар. Ендеше бүгінгі сабағымызды осымен аяқтаймыз. Мен сіздердің тапсырмаларыңызды күтемін. Сау болыңыздар.